Алло. Алло. Здравствуйте, да, слушаю. Әкең аузына орыс қолынан не деп айтам? Кемпір? Иә. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Немене звондап отыр? Ана телефон сұрап тұршы. Ой. Алло. Алло, да, слушаю. Телефон продаете? Да, продаю. На казахском понимаешь, қызым? Да, понимаю. Біз кішкене шорқақтауымыз енді. Бершек. Алло. Қызым. Анау Олексаға анау хуёвый телефоныңды алайын деп едім 80 мыңнан деп тұр ба? Алло. Алло. Сол хуёвый телефоныңды берші маған. 80 мың теңге деп отырмын окончательно. Мына дауыс әдемі екен, Қазір басың жарамай, сен сүмелек. Алло. Алло. Енді берде 80 мың ақша жоқ енді айналайын. Бар болған сол 1200 теңге бар енді. Жоқ, ата ренжімеңіз. Енді пенсионерміз ғой енді. Өзім соғыста окопты қазғам. Сол окопта тығылып отыр. О жағын айтпай қойын енді. Алло. Енді пенсионермін ғой сол. Жоқ, ата ренжімеңіз. Мен өзімде қиналып. Ой, бұл не деген жексұрындық, Мына жастарда ұят жоқ қазір, алло. Бір скидка түспейсің бе, алло. Мына мотороллермен елдің жағдайын неге ойламайсыңдар? Ата ренжімеңіз. Мен өзім бұл новый телефон. Мен ұстағанда жоқпын оны. Просто ақша керек болғаннан кейін сатып жатырмын. Енді 1200 теңгеге берсем мына телефонды енді. Жоқ, ата ренжімеңіз. Мен бере алмаймын. Бұл телефон өзі мен қымбатқа алғанмын, және де ол новый әлі. Енді 80 мың деген удай ғой, 80 мыңға бір қой алып мен одан ферма ашпаймын ба? Немеге сатып отырсың, Ой, осы халықтың жауы болғансыңдар сендер, Жоқ, ата ренжімеңіз. Не ғой, басың бос па? Басың бос па деймін? Мен екінші әйел алайын ба деп ойланып жүргем негізінде. Алло. Анау дауысың әдемі екен. Қай жақтікі боласың, қызым? Ата қойыңыз. Менің күйеуім бар, балам бар. Енді одно другому не мешает дегенде енді екеуміз 5 бала ба енді өйстіп. Жоқ, ата ренжімеңіз. Телефонды аласыз ба, жоқ па? Алам. 1500 теңгеге бересің ба? Жоқ, беремін. Алмасаңыз мен трубканы тастаймын. Ой, это правда. Лайк басып тіркеліп алыңыз, рахмет.